Армысыздар, құрметті көрермендер. 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні. Осыған орай Николай Островский атындағы қалалық кітапханасы рәміздер елдігімнің реңі, теңдігімнің тірегі атты медиа сағатын назарларыңызға ұсынып отыр. Кез келген мемлекеттің басқалардан ерекшелеп тұратын нышандары болады. Қазақстан Республикасының Конституциясының 9 бабында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туы, елтаңбасы және әнұраны бар. Сондай-ақ осы заңның 34 бабы 2 тармағында әркім республиканың мемлекеттік нышандарын құрметтеуге міндетті делінген. Еліміздің туы, елтаңбасы, әнұраны 1992 жылы жоғары кеңестік сессиясының шешімімен бекітілген. Биыл 2022 жылы жас мемлекетіміздің рәміздеріне 30 жыл толып отыр. Қазақстан дейтін менің бар елім, жатыр алып жарты дүние әлемін. Бұл даланы анам жаспен суарған, бұл далада атам қолға туалған. Бұл далада жылап келіп уанғам, бұл даланы көріп алғаш қуанғам. Бұл далада өскен жанда жоғарман демекші, тәуелсіздігіміз тұғырлы болып, еліміздің символы мемлекеттік рәміздерді қастерлеп, құрметтеу бәріміздің міндетті парызымыз болып саналады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы Конституциялық заң 2007 жылы 4 маусымда қабылданды. Осы заңға сәйкес жыл сайын 4 маусым мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленді. Қазақстан арайланып азаттаңа, тағдырдың артта қалды азаптары, үмітін үкілеумен өткен жылдар, жасампаз жазып жатыр парақтарды. Қазақ халқы көптен күткен тәуелсіздікке қол жеткізді, егемен мемлекет болды. Олай болса тұғырлы туымыз, еңселі елтаңбамыз, асқақтаған әнұранымыз жайлы өз деректерін оқырмандар ортаға салады. Егерде туға тұтас зер салсан, автордың оны жасағанда үлкен мазмұнды ойластырғаны байқалады. Ол жер жүзінде әлемге нұрын шашқан күн сәулесі, астында қияға қанат қаққан қыран, тыныштық пен баянды өмірдің белгісі. Ал оны өрнек тудың қай елдікі екенін аңғартады. Тудың авторы Шәкен Ондасынұлы Ниязбеков, белгілі монументші, суретші. Біздің туымыз көгілдір түсті, тік төртбұрышты мата. Ол бірлік пен аман есендікті көрсетеді. Оның қақ ортасындағы сәулесін шашқан алтын күн, тыныштық пен байлықтың белгісі. Қазақ халқы сонау ерте заманнан бері қыранды киелі, қасиетті құс деп есептеген. Туда қыранның орын алуы, тәуелсіздік алған Қазақстан қыран сияқты биікте болсын, қыран сияқты ғұмыры ұзақ болсын деген ойдан туған. Тудың сабын бойлай ұлттық ою өрнек салынған. Тік жолақ қазақ елінің өзіндік сипатын, танымдық бейнесін көрсетеді. Еңселі елтаңба. Мемлекеттік елтаңбаның авторлары танымал суретшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шота Аман Уәлиханов. Қазақта шаңырағың биік, кереген кең, босаған берік болсын деген тілек сөз бар. Елтаңба авторлары осы сөздерді басшылыққа алған. Қазақстан Республикасының елтаңбасы көгілдір түстің үстіне салынған шаңырақ бейнесінен тұрады. Одан жан-жаққа күн сәулесі тәрізді уықтар тарайды. Шаңырақ пен уықтар біздің отанымызда, тыныштықта, жарасында өмір сүріп жатқан көптеген халықтардың бірлігін көрсетеді. Қазақстан Республикасының елтаңбасының бір бөлігі ертедегі қанатты тұлпар. Елтаңбаның жоғарғы жағындағы 5 бұрыш бақытты өмірге жол сілтейтін жарық жұлдыздың белгісі. Төменгі жағындағы Қазақстан деген жазу республиканың атын көрсетеді. Масақ отанымыздың байлығы іспеттес. Кез келген мемлекеттік рәміздердің ең маңыздысы әнұран. Әнұран мемлекеттің салтанатты әні. Ол халықты әйгілі етеді. Оның сөздерінде халықтың мыңдаған жылғы тарихы, бүгінгі өмірі мен келешек арман айтылған. Әнұранды түрегеліп жүректің тұсына қолдарын қойып айтады. Бұл өз мемлекетіңе деген құрметті көрсетеді. Халық өмір салтын, бүгінгі тіршілігі мен келешек армандарын, 1000 жылғы тарихын осы әнге сыйғызған. 1986 жылы
менің Қазақстаным бостандық аңсаған қазақ жастарының бейресми әнұраны болған еді. 2006 жылы 7 қаңтардағы конституциялық заңға сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранының музыкалық редакциясы мен мәтіні жаңа редакцияда жазылды. Мемлекеттік әнұранның авторы Шамшы Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев. Алғашқы рет Қазақстан Республикасының әнұраны ретінде менің Қазақстаным әні 10 қаңтарда 2006 жылы елбасын ұлықтау рәсімінде орындалды. Бұл әнұранның сөзі республикамыздың барлық халықтардың жүрегіне жақын, жұрттың бәрінің көңілінен шыққан терең отаншылдық сезімдегі ән. Әнұран, ту, елтаңба орны биіктен сайланған мемлекеттің мызғымас рәміздері. Көпшілікке көбірек көрінетіні әрине көк байрақ. Туды көргенде толқымайтын адам жоқ. Көк ту бүкіл ұлттың азаттығының белгісі. Көк тудың көкке көтеріліп желбіреуі біздің еңсеміздің көтерілуі. Ол желмен жарысып жазыла түскенде теңіздей толқитын бауырынан біздің асқақ, азат, бостан рухымыздың дауысы естіледі. Көк туға көз тоқтағанда, одан мемлекетіміздің азаттығы, біздің жанымыздың тазалығы көрінеді. Құрметті кітапсүйер қауым, сіздердің назарларыңызға мемлекеттік рәміздердің тарихы мен маңызы жайлы егемендікті еншілегенге дейінгі еліміздегі тарихи рәміздер туралы басылым Алматы кітап баспасынан 2005 жылы шыққан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік рәміздері атты жинағын ұсынамыз. Кітапқа еліміздің мемлекеттік рәміздері туралы зерттеу еңбектер және Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 7 қазанындағы номер 284 бірінші заңына толықтырулар енгізілген. Конституциясының ресми мәтіні енгізілді. Ата заңымыз бен ұлттық зердемізге, ой-санамызға бойтұмар болып, рәміздердің мән мағынасын жақсы білу баршамыздың, әсіресе өскелең ұрпақтың парызы. Кітап 3 тілде берілген. Шаймерденов, Алматы кітап 2005 жылы жарық көрген, 231 беттен тұрады. Назарларыңызға ұсынылып отырған келесі оқулық Алматы өлке баспасынан 2002 жылы жарыққа шыққан Ербол Шаймерденовтың Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері атты көлемді еңбегі. Кітап қазақ және орыс тілдерінде. Мемлекеттік рәміздері де белгілі бір елдің өзіндік өмірлік салтын, бүкіл болмыс ерекшелігін, айрықша арман аңсарын, басқалармен байланыс мұратын білдіретін белгі. Шаймерденов Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері Алматы өлке 2002 жыл жарық көрді, 160 беттен тұрады. Оқырман назарына ұсынылып отырған Қазақстанның қазіргі заман тарихы кітабы. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы сынды өзекті мәселелерді қамтиды. Сонымен қатар жаңарған қоғамның әлеуметтік-экономикалық саяси өзгерістері мен басқа да аспектілері қарастырылған. Бұл еңбектерде тарихи құжаттардың үзінділері, карталар, суреттер мен мәліметтер және тағы да басқа ақпараттық материалдар мол берілген. Тарихи ғұмырнамалық анықтамалықтар мен мәтін, мысалдар мен түсініктері, деректер, қызықты оқиғалар мен дәйек сөздер, дәуір құжаттары тәрізді қосымшалар басылымының ғылыми танымдық құндылығын арттыра түсетіні анық. Кітап тәуелсіз Қазақстан тарихына қызығушылық танытатын барлық оқырмандарға арналған. Аяған Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1991-2014 жыл. Алматы Атамұра 2014 жылы жарық көрген, 336 беттен тұрады. Оқырман назарына жол тартып отырған келесі кітабымыз Елтаным кітабы. Кітап Қазақстан Республикасының рәміздері туралы жан-жақты ғылыми көркем пайымдау арқылы замандастарымыздың бойында мемлекеттік мұраттарға адалдық, елдік аңсарларға сүйіспеншілік және отаншылдық сезімдерін оятуға бағытталған. Елдігімізге қатысты кең мағлұмат беретін терең интеллектуалдық еңбек деп бағалауға лайықты туынды. Жүрегі елім деп соққан барша оқырман қауымға арналады. Шаймерденов, Елтаным,
Алматы экономика 2005 жылы жарық көрген 304 беттен тұрады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің қалыптасу тарихы атты кітапта мемлекеттік рәміздердің авторлары және олардың эскиздері мен жұмысы, естеліктеріне негізделген материалдар берілген. Мемлекеттік материалдардың патриоттық тәрбие берудегі рөлі ерекше. Онда ұлттық құндылықтар мен қағидалар дәріптеледі. Елтаңба, ту және әнұран мемлекетіміздің әлемдік қауымдастықтағы ұстанымына ықпал етеді. Егемен Қазақстанның нышандарында тарихи дамудың ерекшеліктері, тәуелсіз мемлекеттің философиясы мен ой санасы, қазақ халқының сан ғасырлық арман мұраты көрініс береді. Кітап жалпы оқырман қауымға арналған. Альбом кітап Астана Мемлекет тарихи институты Литер 2012 жылы жарық көрген және 176 беттен тұрады. Мемлекеттік рәміздерді қадірлеу тәуелсіз Қазақстанның әрбір азаматының қасиетті борышы. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеу елді, халықты, тарихты, әдет-ғұрыпты, салт-дәстүрді қастерлеу болып табылады. Назарларыңызға рахмет.